Bu тоймен не қылып алысасыздар? Сәлем экран алдындағы барша қарармандай халқым. Әзір бізде енді бір тақырып болыпты да, той жайлы. Тойды түсінбей тұрып, бұл кейбір өкіметтің пенсияға шыққан мына ағалар, я өкіметке пайдасы жоқ, я халыққа пайдасы жоқ. Бұл тоймен не қылып алысасыздар? Бұл қазақ тойдан кедей болып жатқан жоқ бұл. Сіздер бір ашық түсініңіздер. Сіздер кім көрінгенмен алыспай, өздеріңіз реттеңіздер. Қазақ тарихтан анау байырғы 50-100 жылдың алдында, бәлен 100 жылдың алдында қазақ ақбоз үйін тігіп, кигіз үйін тігіп, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасаған. Қазақ тойдан кедей болып жатқан жоқ. Бүкіл әрбір ұлтта, әрбір семьяда ұлы бар, қызы бар. Сол бір ұлы туылған кезде сол кісі қуанады. Мен осы ұлымның жақсылығын көруге несіп қыңыз деп әлемнен сұрайды. Туғанда қандай қуанады. Ал енді ол баласы жетіге келгенде сүндет той жасайды. Бұрыннан қазақтың сүндетін қабыл болсын деп сүндет тойды қошына қолам құда жүратын жасап той жасайды. Қыз ұзатады, келін алады. Сіз о тоймен не қылып алсасыз, той сіздің бір жеріңізге, той бұл жақсылықпен алысқан деген бұл қандай жұмыс? Жақсылықпен алысқан адамның өзі жақсылық көрмей кетеді, мен сізге айтайын. Жақсылық көрмей кетесіз. Бүкіл адамдар әр ұлтта, бүкіл Жұңгодағы 50-60-та бүкіл адамдардың өзінің көретін жақсылығы бар. Сол ұлттардың өзінің ұлына, қызына, бәрінің жасайтын жақсылықтары бар. Моңғолдықтарында шаш кеседі дейді кішкентай кезінде туылғанда. О да сүндет тоймен ұқсас. Әрбір ұлттың өзінің тойы бар. Қазақтың, ұйғырдың, бүкіл әрқандай ұлттың. Әуел ақ ұлттардың жасаған мына ішкерде үлкен тойларының өзінде бір жозысының өзі 10 мың сом, құйған арағының өзі, бір пөтелкесінің өзі 2 мың да 3 мың, 5 мың сомдық арақ құяды. Бір жозға 4 пөтелке арақ құяды. Әуелі 50 жоз, 100 жоз шақырады екен. Сіз соны білесіз ба? Тек қана қазақ осы тойдан кедей болып жатыр ма? Сіздер ұрпақтарыңыз жақсы тәрбиелеңіздер, кәсіпке тәрбиелеңіздер, жақсы оқытыңыздар. Өздеріңізде күндігі тоқтамай, тым болмағанда 100 юаннан ақша табыңыз. Торқалы той топырақты өліммен алысатын болыпсыздар. Қазақтың әдеп ғұрыбын өкімет тоқтат деген жоқ, әр ұлттың. Лайықты жаса деді. Ығын шығын тоқтат деді. Енді онымен кебап, бір адамдар тақырып қылапсыздар бұл тойды. Тойда не шатағыңыз бар? Бұл деген жақсылық. Той деген қазына дейді. Баяғы заманда қазақтың осы бәлен 100 жылдың алдында сол той болған кезде бір бауыза қантыменен бір бау чайын апарып, қазақ тойға барып сол тойды өткізген. Әзір сіз ес ақылыңыз жиынып, Құдай аманат өзіңізше бір адамға кімге жақсы көрініп жүрсіз? Өкіметке жақсы көрініп жүрсіз ба? Сіз бүкіл халықпен алысып жүрсіз. Мына халықпен алыссаңыз оңбай кетесіз. Бүкіл адамдардың жақсылығы. Мәселе басшы кінәлі ма? Келін алмай ма? Қыз ұзатпай ма? Немере сүймей ма? Әрбір басшы. Ол кісілер де жасап жатыр 5 жоз, 10 жоз тойын. Сіз өзіңіздің жағдайыңыз келгенше жасасаңыз болды ғой. 20 жоз жасайсыз ба? 10 жоз жасаймыз ба? Бұл өзіңіздің ықтиярыңыз ғой. Бара-бара бұл тойдың өзі жоқ болады кейін. Ендігі жастар шыққанда, ендігі мына 2025-те туылған, 2020-да туылған балалар тіпті тойың несі екенін ұқпайды. 4 жоз шақыраттағы тойыңды өткізеді. Өлің не екенін ұқпайды. Ат өжімен қазатта көмеді. Сонда біреу әзір өліммен алысып жатсыздар. Өлімнің анаусын тоқтату керек мынаудың. Ол да тоқтады. Енді әкесі өліп жатса, шешесі өліп жатса, бір тоймалын сойып, қонағасын сойып, соған тамағын бермей ма? Алыстан келген құда жұраты бар, ағайын досы бар, ас бермей ма? Ода не шатағыңыз бар сіздің? Қалған киітін анау-мынау кигізбей ақ қойсын. Келген қонағасын береді, сояды. Пәленіз сол семьяны баққан, қаққан, үлкен қара шаңғырақ ұстаған ақсақал. Енді өлгеніне жазықты ма? Кім өлмейді? Бәрің өлесің, өлмейтін шайтан жоқсыз. Соны осыны айғаянда аттанғып жүрген кейбір кісілер. Қарасаң бір оқыған қызмет чекесіңдер бір. Не жұмыстарыңыз бар деймін да бұл тоймен алысатын. Бүкіл халықтың жақсылығы бұл. Дүние жүзі бойынша қазақ той жасап жатқан жоқ.
баласы туылғанда 7 жылда бір той жасайды, 7 жасқа келгенде. Кейбіреу 25 жылда жасайды деп. 25 жыл сенің тойыңа барады деп. Сол күнәлімен 25 жылдан кейін той жасаса, бір адам бір баласына 1 жылда 5 рет той жасаған адам көрдіңіз ба? Бармасаңыз қойсаңыз болды ғой. Айғай аттанғып мынау Тарбағатайдан ба әрбір жерінде біздің Құлжаға келіпті, Құлжа облысқа. Қазақтың тойын тоқтат деп. Үлкен басшылар айтады ғой. Мынаны лайықтастырыңдар дейді. Партия, өкімет тойды, жақсылықты тоқтат дегенмейді. Заман деген дамып бар жатса, дамыңдар дейді. Жақсылық болмаса қандай болады? Әрбір семьяның жақсылығы болады. Қуанышы болады. Бүкіл әрқандай қанда да, қарашада, басшының бәрінде баласы бар. Сол жақсылығын көруге асығады. Сіздің не жұмысыңыз бар тоймен алысатын? Тарихтан бар, тарихтан қазақ енді. Басқа ұлт білмей, қазақ кедей болған жоқ тойда. Осыны түсініп алыңыздар. Бүкіл енді сол той жасаған ресторанға жасай ма, үйіне жасай ма, ода сіздің не жұмысыңыз бар? Апарсаң 100-200-іңді апар, апармасаң қойсаңыз болды ғой. Ал енді ресторан саған кісілер, мысалы, бүкіл Шинжаңдағы қазақ емес, ұйғыр ұлтында да бар, қазақ ұлтында бүкіл адамдарда ресторан бар. Сол оңайшылықпен салды ма сол ресторанды? Барын салды, сол ортаны жаратты. Сіз бармадыңыз ба сол ресторанға? Өкімет шығымды тежеңдер дейді. Осылай айтты, тойың тоқтат деген жоқ. Лайықтастырып тойың өткізеді. Кейбір шала кадрлер, сіздер өздеріңізше бір жақсылық араласып жатсыздар. Негізінен осыны қойсаңыз болады. Әрқандай жасың бол, кәріңіз бол, мынан жақсылықпен араласпаңыздар. Бұл халықтың жұмысы. Қаншама адамдар осы жақсылықты көруге асығып жүр. Балалы көре алмай жүргендер балалы болды. Келін ала алмай жүргендер келін алды. Қыз ұзатын алмай жүргендер қызын ұзатты. Сол жақсылықты сіз неғып тоқтатасыз мәселе? Айғай аттанғып, өлім жітімге араласып, той-томалаққа араласатын сен өлмейтін шайтансың ба? Осыны көрген кісілер барлығыңыз тарқатып қойыңыздар. Той деген қазына дейді. Тойдан өмір тарихында кедей болған жоқ адам. Әзіргі адамдардың адам өсті, қоғам дамыды. Барасың, келесің. Барсаң келеді. Туыспен ағайын достың аралығы үзілмесін деп Құда жүратын шақырады. Бауыр туысын шақырады. Жақсылыққа кім бармайды? Сол үшін осыны көптеп тарқатып қойыңыздар. Сонымен қосып елдің басып, қосылып, түгелмен тарқатыңыздар. Тоймен алыспаңыздар. Біздің Шитораға атамыз айтты ма тойды тоқтат деп. Шығынды тежеңдер дейді. Шығынды тежеп тойыңызды өткізсеңіз болды ғой. Әрқандай халық жақсылықты көруге асығып жүр. Сіз жақсылықтан қашып жүрсіз. Өмір тарихыңызда ұрпағыңыздан ұрпаққа кетеді, жақсылық көрмей кетесіз. Осы тоймен алысқан кісілер. Жоқ, сізден балашаға немере сүймедіңіз ба, балашаға жоқ па, жоқ сізде. Сол үшін мына той жақсылықпен, өлім жітіммен алыспаңыздар әрқайсы кісілер. Бүкіл әзір өкіметтің тәртібіне түсіп, ығын-шығын теңшеді. Бар болған соң сояды қонақ астын. Бар болған соң жасайды тойын. Соны түсініп алыңыздар.